жәлептер көбейіп кетті қазір. Подставной жігіттер абайлаңыздаршы, мына Семейдегі оқиғаны естіген шығарсыздар. Рауан мен Шалқар деген жігіт интернетте чат рулеткімен сол Семейдің бір қызымен танысады. Ол қыз қоймай жаңағы үйлеріне кеп алады таң 4-те. Ана екі жігіттің жасы 19-да. Ал қыз болса менің жасым 18-де деп айтады. Одан кейін сол жігіттердің бірі мен қыз жақындасатын кезде ана жері бір жері бөртіп ауру болып шығады ана қыз. Көрдіңіздер ма? Одан кейін бұл жігіттер тұрады да жеркенгеннен кейін жайма сенікі бола алмаймыз, мынау міне емдел бар деп қуып жіберген қызды. Сосын қыз полицияға барып шағым жазған. Маған осындай екі жігіт үйге шақырды, маған жаңағы тиісті, бүйтті, сөйтті деп заявление жазып, ана екі жігіт 15 жылдан срок ұстап кетіп отыр. Түсініп отырсыздар ма? Босқа біреудің баласы 15 жыл енді күннің көзін көрмейді бір қыз үшін. Еще өтірік айтқан, мен 18-демін деп, негізі 16-дағы қыз болып шыққан. Көрдіңіздер ма? Ең бірінші бір жерлерге ие болып жүріңдер. Екінші, бұндай подставной қыздар қазіргі уақытта тек қана ақша ойлап қалғандар өте көп. Даже анау Түркістандағы оқиға естеріңізде ғой. Қыз бен жігіт жүреді, жігіт оны алып қашады, алып қашқаннан кейін 2 айдан кейін қыз үйден кетіп қалды, заявление жазады. Менің неме қарсы алып қашып кетті, мен келіскен жоқпын деп, ондан штраф төлетіп соттатып тастайды. Көрдіңдер ма? Сондықтан да қазіргі қыздардың барлығы емес, бірақ көбісі бәлеқор ақша ойлап қалған. Сондықтан да абайлаңдар. Қыздар, саламатсыздар ма? Мен мына жерде контроль жүргізіп жатырмын, қазақ қыздарға түсіндіріп жатырмын да. Ана қазір сендер өлтірмей жүрсіңдер ғой. Қастарыңа ұлты басқа жүндестер танысайық деп анау деп әңгіме айтты, таныспаңдар жарама. Қазақ қыздар ғой, өзім қазақтың жігіттері жетеді. Құрбыларына бәріне айтып жүріңдер. Мен мына қазір мына аяқтарының ғана видеокамераға тұрып тұрмын. Түрлерін түрген жоқ, мына әлеуметтік желіге кішкене мына жастарды оятпасақ тағы болмайды. Мен нөлге алсын дегенім ғой. Армысыздар қазақ елі, қазақтың жігіттері, бері қараңыздар. Мына видеомды қазір біраздан кейін таратыңыздар. Мен мына қазір Алматының Сайран деген жерінде жүрмін. Міне қараңыздар. Мына жерде қазақтың мына көптеген қыздары жүреді, жігіттері жүреді. Бұл жерде мына қазақ жігіттерін айтайын деп отырғаным. Мына ұлты басқа мына жинақорлар бар ғой. Шетелдің азаматтары, тұрың мына көрші елден келген азаматтар бар. Қазақстанда тұратын өзге ұлттың азаматтары бар жаңағы. Енді жүндестер бар. Сол енді ана қазақ қыздарды сындыратын бар. Қазақ қыздар мысалы отырады орындықта, қасына келіп отыра қалады, танысайық, ана мынау деп арамоймен. Сондай кездерде байқасаңыздар, әрбір қазақтың жігіті қазақ қыздарды қорғау керек. Қазақ қызының қасына келе қалды ма? Бар. Қазақ қызға жақындама деп болды. Ұрма қой ешқандай. Ұрып бәре қаласың бұл жерде. Жан-жағында қысып, өзің ұлтың қыздарыңа бар деп. Сол. Бұл жерде енді айтайын деп отырғаным, әртүрлі ұлттар қазақ қыздарды пайдаланып тастаған қыздарды сен ертең қатың боласыңдар ма? Соны айтыңдаршы. Намысқа тиеді ғой. Ертең мүмкін сіздің әпкеңіз келеді бұл жерге. Қарындасыңыз келеді, мүмкін қызыңыз келеді, көрдің ба? Сондықтан әрбір қазақтың жігіті бұл жерде контроль жүргізу керек. Ешбір қазақ қызға өзге ұлттарды жақындастырмау керек болды. Енді қазақ қызбен кетіп бір қандар жүре берсін енді. Ал енді жақындап қалады ғой, соларды ескертесіздер. Оны кейін былай, тағы да мынандай жерде бет отырады қыздар жалғыздан, екіден, көрдің ба? Отырған кезде алдын ала түсіндіресіздер қыздарға. Қарындасып деп, амандасып. Мына жерге қатысқан қасында шетелдің азаматтары, мүмкін Қазақстанда тұратын басқа өзге ұлттың азаматтары кеп отырағап әңгімеге тартса, танысайық десе таныспа, орнынан тұрып кетіп қалып, жігітім бар деп, сөйтіп бетін қайтарып тастаңыз деп. Әрбір қызға сөйтіп түсіндіру керек, үгіт жүргізу керек. Құр бүйтіп айналып жүрмеңдер, құр қажет жоқ ол. Кішкене ұлттық намысты қыздарымды қорғап, кішкене қыздарымға тәрбие беріңіздер. Біз жерде қазір көрдің бе, жігіттеріміз ешқандай тәрбие бермеген соң, көрдіңдер ме? Кім көрген қыздарды алып кетіп жатыр. Маған ұнамайды. Соңғы қыздарды ойлайды, қазақ жігіттер қызғанбайды. Ол махаббаты шекара жоқ деп, өз білген деп көрінген ұлттың жігіттермен кете береді. Енді ойлаңыздаршы, жасы үлкендер бар. Сіздерге басқа ұлттардан қалған келін ұнай ма?
басқа ұлттардан келіп ешкім бұны ұнамайды ғой. Оны құзырлы органда істейтін қазақтың жігіттері бәріне ұнамайды, ешқайсысына ұнамайды. Сондықтан мына қазақтың мына пальталары бар, киімбесі бар, тағы да басқасы бар. Мына қазақ қыздарды қорғап жүрген қазақ жігіттер сондай бір аяқ астынан сондай пайда болып қалса, тиіспеңіздерші. Онсыз да қазір өзі қазақ жігіт қыздарды қорғайтын жігіттер таппай жатырмыз оны. Енді амалсыздан әлеуметтік желіде енді соны түсіндіріп жатырмын. Сайранға келіңіздер де барлық қызға ерінбей түсіндіріп шығыңыздар. Болды. Топ болып тұрып бар ғой, 5-6 адам ба, 10-нан ба, ана маңында тұрған қазақ жігіттерді қосып алыңдар да бар ғой, танымасаңыздар да. Сөйтіп ана қыздарға көп болып жылап айтып түсіндіріңіздер. Видеоға түсіріңіздер, егер де рұқсат беріп тұрса қыз. Болды. Сөйтіп айтып сол видеоларды әлеуметтік желіге салыңыздар. Ол көрінбе бір видеоның өзін мыңдаған адам көреді. Мүмкін 20 мың адам көреді, мүмкін 100 мың, мүмкін 2 миллион адам көруі мүмкін. Көрінбе? Қазір мен міне бастадым. Сіздер де соны ары қарай жалғастырыңыздар. Мен өзі Алматыда бар ғой, 15 жыл контроль жүргіздім. 15 жыл деген аз емес. Қаншама қазақ қыздарды, жақындағандарды қуып жүргем. Қаншама Қазақстан қыз келіншектерінің біреуінің хатында жаңағы хата барған, цветочный квартира дей ма, жанайнақ тоған кіріп барқанда кіргізбей жолдастап қуып жүргем екеуі неке жаққа. Енді қашанға ғой мен жасым өсті, кейбіреулер айтады, артында ізбасар бар ма дейді. Мен ізбасарды мына әлеуметтік желі арқылы түсіндіре салам, болды. Сіздер қимылдаңыздар. Егер де намыстарың бар болса деп отырған ғой енді. Сол айтайын деп отырғаным. Жігіттің намыс қойғанда қамыс өлтіреді дейді. Қыздың ары мұқым қазақтың намысы дейді. Сондықтан жігіттер, қазақтың жастары мына видеомды бар ғой, жаған жаққа таратыңыздар. Мына қазақтың жігіттеріне, тұрың мына қыздарға таратыңыздар. Қыздардай сонда өздеріне осы видео келіп қалса, құрып қарап қана қоймай, өзің құрбыларыңа таратыңыздар, кішкене ескертіп дегендей. Сол айтайын деп отырғаным. Алматыға ауылдан кеше келген, ізетті қыз екенсің шеше көрген. Еркіндіктің есігін ерт ашыпсың, сүрінеді екенсің неше жерден. Аңқылдаған көңіліңнен айналайын, бүлінеді екенсің неше жерден. Кешір қалқам мен емес сұр мергенің, ашуланба бұлданба сыр бермегін. Өрнек тоқып отырған мыстан қала, баяғы дақсақ қойған сүрлеулерін. Дайындап суық қолды сұр мергенің, сонда да жұмақ болсын жүрген жерің. Әп-әдемі аяулы арлы көзің, жасырмай тұрады екен бар мінезін. Қаланың толқыны кейде тіпті жарқ итере салады нардың өзін. Алматыға ауылдан кеше келген, ізетті қыз екенсің шеше көрген. Сүрінбеймін десең де неше жерден, бүлінбеймін десең де неше жерден. Қала өзі сондай ғой жетегін ап, жолмен емес жүргізер көшелермен. Мен бір жүрген ағаңмын ақ жол тілер, ал қалғанын көрерсің пешенеңнен ай.